Сенің өмірің неге өзгермей жатыр, білесің бе? Или кейде біз өзімізден де ойлаймыз. Негізі біздің подсознаниеміз, санамыздың астындағы болып жатқан процестерден де байланысты болады. Сен өзің байқамай-ақ өзіңнің ескі ішкі бағдарламаларыңмен өмір сүріп жүрсің. Бала кезіңнен бастап ішкі бағдарламаға әртүрлі сенімдер сіңген болатын. Яғни ішкі сенімдер: ақша табу қиын, бай болу өте қиын деген сондай ішкі сенімдер пайда болған кезде шындықтың қайсы екенін білмейді. Яғни былай қате жасасам қауіпті болады ғой, бізге бұндай нәрсе қайда, бізге бұйырмайды ғой деген секілді нәрселерді біздің ішкі сана сезіміміз соны қалыптастырып қойған. Ол өсе келе осындай өміріміздің этаптарына әсер етуде. Ойлау жүйең былай әрекет етеді. Ой, қандай ой екені белгісіз, сосын сенім, соған сенесің, сосын әрекет жасайсың, соның нәтижесін көресің. Сенің ішкі состояниеңді шектеу, өзіңе границалар қойып тастаған болсаң, байқамай да байқап та, онда сенің өмірің шектеулі болады. Соған қарай. Бұл шектеулерді, сенімдерді, ойларды өзгертуге болады. Адамның сана сезімі икемді. Сен қалай бұрасың, ол солай әрекет жасайды. Және де ол үшін аздаған ғана әрекет жасасаң болады. Бүгіннен бастап өз ойыңды негативтерден алып тастап үйрен. Өзіңе жаңа сенімдер қалыптастыр. Және де аз ғана әрекеттен жаймен де үлкен нәтиже шығатынын есте шығарма. Өмірің сенің ішкі әлеміңнің айнасы.